Инерция құбылысы дегеніміз дененің өзінің жылдамдығын сақтауға тырысу. Бірінші мысал қарастырайық. Бірінші мысал. Адам жылқымен шауып келе жатқанда, жылқының жылдамдығы, адам жылдамдығы екеуі бірдей болады. Жылқы кенет тоқтаған кезде адам тоқтай алмайды, сол себепті ол алға қарай құлайды. Бұл инерция заңына сәйкес. Екінші мысал. Жаңбырлы күні қолшатырды ішке кіргізерде сілкілеп қағамыз. Біз қолшатырды сілкеп қалғанда, ондағы тамшылар сол жылдамдықты алады. Сосын кенет қолшатырды сілкілеп тоқтатамыз, ал тамшылар тоқтай алмайды, олар жан жаққа ұшады. Тамшылар. Инерция құбылысы деген осы. Яғни тамшылар өзінің жылдамдығын сақтауға тырысады. Үшінші мысал. Автобус кенет тоқтағанда, оның ішіндегі адамдар алға қарай еңкейеді, немесе құлайды. Неге? Себебі, мысалы, автобус 80 км/сағатпен жүріп келе жатса, және тез тежегіш басса, онда ішіндегі адамдардың жылдамдығы 80 болады жермен салыстырғанда. Сол себепті олар тежегіш баса алмайды, адамдар алға қарай еңкейеді, немесе алға қарай құлайды. Бұл үш мысалда инерция құбылысына мысал болып табылады.